Бүкіл зардапты да мойнына ілу керек. Депутаттар ArcelorMittal Теміртаудың басшылығы Қазақстанға өтемақы төлеуін міндеттеу керек деп отыр. Өйткені компания елімізде істеген 28 жылдың ішінде жұмысшыларына ауыр еңбекке сай емес жалақы төлеп қана қоймай, қауіпсіздік пен техникалық жабдықтарды жаңартуға мүлде басын қатырмаған дейді. 1995 жылдан бастап ArcelorMittal Теміртаудың шахтасында 160-тан астам кенші қайтыс болған. Осы жолғы төтенше жағдайдан кейін президент аталмыш компаниямен инвестициялық ынтымақтастықты тоқтатуды тапсырған еді. Депутаттардың басым бөлігі келісімшартты бұзып қана қоймай, кешенді тексеріс жүргізу керек деп санайды. Атап айтқанда, зауыт пен шахталардың халін тексеріп, еліміздің экологиясына тигізген зардабын да қоса есептеу керек деп отыр. Бұл компания тек қана ресурс пен ақшаны Қазақстаннан шығарып, Қазақстанға ештеңе бермеген. 30 жылдың ішінде Қазақстанға қандай зиян келді, Қазақстанның экологиясына қандай зиян келді. 30 жылдың ішінде өндірістің модернизациясы болмады. Адамдардың барлығы қайтыс болды. Қазақстанның әрбір адамның сұрауы бар. Міне осы мәселенің барлығын зерттеп, есептеп, халықаралық аудиторлық компания шақырып, сол халықаралық аудиторлық компанияның жұмысының нәтижесінде біз халықаралық юрисдикцияда оларға осы ақшаның мойындарына ілуіміз керек.